10 тонналық толтырып отырдық қайда-қайда. Сол себепті судың несі 60-тан асады да қайдадан түсіп кетіп отырды. Қазір табылды, ретке келтірілді, бір 2 сағаттың ішінде көтеріледі. Мына ауа райының қолайсыздығына байланысты қайта-қайта свет өшіп қалады. Ол светті де қазір қосты, мына желдің несіне байланысты. Бәрі дұрыс болса, 2-2,5 сағатта кемінде біздің котельныйда 80, жоқ дегенде 80-85 подача беріледі. 70-72 обратно беріледі. Осы болады. Сол себепті кішкене мен кешірім сұраймын қолайсыз жағдайға. Біріншіден ауа райының қолайсыздығы, екіншіден өзіміздің тұрғындардың соған енді олар білмегендігі шығар. Жаңағы батарейкалардың ауасын шығарамыз деп бүкіл суды ағызып жүрген. Бірақ түнімен сол су ағып тұрған. Ол сізбен бірге барған кезде ол болған жоқ еді. Біз ол кезде өзіміз таппай отырдық. Оған дейін менің домымдан көрдіңіз. Сіздің домыңыз қай дом? Аким мырза, ал біздің домда да, біздің котельныйда да неге жылымайды? Барып котельныйға бірге барайық. Бәрі бар. Былай келісейік. Бірақ жылымайды бізде. Былай келісейік. 5-ші қазан. Қазір осында менің орынбасарым бар, басқарма басшысы. Қай котельный екенін барайық та бастарын бөліп бар. Өзіңіз де жүрсеңізші бірге. Мен сол жерде жүрмін басында. Мен түнімен жүрдім ғой, маған ешкім келген жоқ. Мен түнімен жүрдім ғой 5-ші қазан. Қалдырыңыздар автобус. Маған ешкім келген жоқ. Жүріңізші барайық. Хорошо, былай келсекші. Bir minut. Кезекші Аким мырза, 1 минут. Котельныйға бөлінейік, мен барлық котельныйға сіздермен бірге барамын. Хорошо, Аким мырза. Кешеден бері біз әкімдіктің сөзіне сеніп, иланып келе жатырмыз, бірақ үйіміз әлі тастай суық. Қазір сіз айтып жатсыз, 2-2,5 сағатта үйлеріңіз жылу болады деп жатсыз. Білмейміз оны. Сенеміз бе, сенбейміз бе? Бірақ былай келсекші, 2,5 сағатта үйіміз жылу болмаса, сіз отставкаға кетесіз. Келсесіз ба? Келсесіз ба? Давайте так, 2,5 сағатта жылу болмаса, сіз отставкаға кетесіз. Соған жұмыс жасап жатырмық қой бәріміз қосуға. Ол қазір авария ғой. Ол технический нәрсе ғой. Авария болып жатыр сонда. Боламын. Әпкеңіз бала шағаңыз